Мұса енді жалғыз. Алдында белгісіз жол. Артында бүкіл өмірі. Шөл дала аяусыз. Суда азықта жоқ. Бірақ тоқтауға болмайды. Дұға жасады. Раббым, маған ізгілік бер. Мен сенің жәрдеміңе мұқтажмын. Дұға еткен соң алыста бір қала көзге түсті. Мәдиян. Мәдиян тіршілік қайнаған қала. Саудагерлер айғайлайды. Малдар маңырайды. Өмір жүріп жатыр. Қала шетінде үлкен құдық бар. Малшылар топ-топ болып кезек күтіпті. Бірақ құдықтың аузында өте ауыр үлкен тас. Оны 10 адам бірігіп жылжытады. Шетте 2 қыз қойлармен бірге күтіп тұр. Еркек малшылар кетпегенше кіре алмайды. Мұса оларға: неге тұрсыңдар, неге суармайсыңдар? Қыздар, біз екеуміз бұл тасты жылжыта алмаймыз. Сондықтан күтеміз. Мұса тасқа жақындады. Айналасына бір қарады. Сосын 2 қолын тасқа қойды. Бір итерді, тас жылжыды. Мұса 10 адамның тасын жалғыз өзі жылжытты. Барлығы аузын ашып қалды. Мұса 2 қыздың қойларын бірінші болып суарды. Басқа малшылар тұрып қалды. Қыздар алғыс айтып жүріп кетті. Мұса жалғыз қалды. Шаршаған, аш паналар үй жоқ. Мұса дұға жасады. Раббым, маған қандай ризық берсең де соған мұқтажбын. Ұзамай сол қыздардың бірі ұялған күйі жүгіріп қайта оралды. Қыз айтты: әкем сізді шақырып жатыр. Көрсеткен қызметіңізге сыйын беруге. Қыз алдында жүрді. Мұса артынан әдеппен ерді. Жақын бармады. Үйге жеткенде нұрлы жүзді қарт шықты Шуайб пайғамбар. Мұсаны жылы қарсы алды. Дастархан жайды. Отыр, жей ғой, балам. Шаршадың. Мұса барлығын айтты. Египет, Перғауын сарайы, кісі өлтіру, қашу. Шуайб айтты: қорықпа, балам. Зұлым халықтан аман есен құтылдың. Мұнда қауіпсізсің. Үлкен қызы әкесіне: әкем, оны жалдап алайық. Жақсы, күшті де сенімді адам. Шуайб Мұсаға: қызымды саған берейін. Бірақ маған 7 жыл қызмет ет. Егер 10-ға толтырсаң, ол сенің өз еркіңде. Мұса: келістік. Осы біздің арамыздағы келісім. Алла куәміз. Мен зұлымдық жасамаймын. Мұса малшы болды. Перғауын сарайынан тау мен даланың малшысына айналды. Жылдар өтті. Мұса Шуайбтың үлкен қызына үйленді. Қарапайым, мейірімді той болды. Өмірлері қарапайым болды. Бірақ бақытты. Мәдияндағы тыныш, нұрлы жылдар. Мұса жалғыздықта Аллаға дұға жасады. Тауда, далада жүрек тазарды. Рух нығайды. 10 жыл өтті. Бір күні Мұса жарымен бірге жолға шықты. Египет жаққа бет алды. Жол үстінде қараңғы түн. Суық жел. Жары үрейленді. Жолдан адасты. Жылу керек. Мұса алыстан от жарқырағанын көрді. Тур тауының бөктерінде. Жарқыраған от. Мұса жарына: сен мұнда тұр. Мен оттан шоқ немесе жол бағытын білуге барайын. Мұса жалғыз жүрді. Тауға қарай, отқа қарай, өзі білмей тағдырына қарай. Мұса жақындады. Тоқтады. От жанып тұр, бірақ ағаш күймейді. Бұл қарапайым от емес.